бұл сайт қалай жұмыс істейді, HTML, CSS бір-бірімен қалай байланысады, қалай және олар қалай жұмыс жасайды. Яғни жалпы сайт қалай жұмыс істейді. Мысалға алатын болсақ, егер біз белгілі бір сайтқа өту үшін адресін строкаға, яғни сол сайттың адресін жазамыз. Мысалы, қазір мен колледжіміздің сайтын алатын болсақ, agbk.kz деп энтерді басқан кезде біз сол сайтқа өтетін боламыз. Енді осы сайтқа өттік, міне сайт ашылды. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Яғни сіздер адресін строкаға өзіңіздің жаңағы сайттың адресін жазған кезде, энтерді басқан кезде, ол яғни DNS серверге өтеді. DNS сервер дегеніміз бұл domain name system болып табылады. Яғни сайтымыздың аты, яғни бұл жерде жаңа мысал ретінде біз колледжіміздің сайтын алдық, agbk.kz, яғни бұл колледж сайттың аты. Одан кейін хостинг. Хостинг дегеніміз бұл сайттың, яғни бүкіл сурет, видео, бүкіл ақпараттар осы жерде сақталады. Одан кейін өткеннен кейін барып біздің жаңағы ары кетсе 2 секунд ішінде жаңағы біздің сайтымыз ашылады, экранға жаңағы сайт шығады. Және айтып кеткенде біз домен, сонымен домен дегеніміз бұл интернет желісіндегі сіздің сайтыңыздың аты болып табылады. Мысал ретінде сіздер естіп жүрген шығарсыздар, көп қолданылатын, көп жерде жүретін бұл біз Нұр.kz, Ақорда.kz деген бұлардың барлығы жәнегі домен атаулар болып табылады. Хостинг жәнегі естеріңізде сақтап алыңыздар, яғни сіздердің бүкіл сайттарыңыздың ақпараттары осы жерде сақталады, осы жерден алынады. Енді HTML және CSS. HTML бұл кез келген сайттың негізі болып табылады. Ал CSS сайттың келбетті дизайны, яғни әдемілеу, әрлеу, сурет жағынағы, олардың орналасуы, қойылуы, әрленуі, сайттың әдемі болуы осы CSS-қа байланысты болады. Мысалы қараңыздар, егер CSS тілін қолданбай жай ғана HTML тілінде жасасаңыздар, сіздер сайттарыңыздың беті осындай болады, яғни веб парақша осындай түрде болады. Ал егер CSS тілін қолданатын болсаңыздар, сіздердің веб парақшаларыңыз осындай түрде болады, яғни сіздер менюларыңыз бар, суреттеріңізді орналастыруы, осының бәрі CSS тіліне байланысты. Қазір мысал ретінде біз бір мысал қарастырып көрейік. Алдыңғы жылдары біз стиль тілін қолданып, яғни HTML тілінің ішкі құжаттарда қолданған болатынбыз. Енді сыртында CSS сыртқы құжат ретінде сақтап, оны жаңағы HTML құжатқа байланыстырайық. Яғни мысалы қараңыздар, біз қазір экранда көріп тұрсыздар бұл кодты, яғни HTML тілінен басталады, title, веб парақшаның аты. Одан кейін мына жерде ссылка кетіп тұр, href деген ссылка, ол MyStyle CSS, яғни жаңағы MyStyle CSS-ті біз сыртқа жеке файл ретінде сақтаймыз, соған ссылка ретінде мына жерде көрсетіп тұр. Одан кейін H2 заголовок меню шығады, потом екінші бетке өту, тоже href-тан басталып, бір HTML бір деген екінші парақ, все о салонах деген екінші параққа өтетін болады. П абзац, яғни жаңа жолдан бізде осы сөз экранға шығатын болады. Яғни біз қазір бұл кодты көшіріп алып блокнотқа қояйық. Қояйық та бұны HTML форматта сақтайық. HTML форматта сақтайық. Мен бұны бір деп сақтаймын. Кеңейтілімі HTML болады, HTML болады. Все файлы деп сақтаймын. Одан кейінгі бізде екінші, жаңағы біз айтып кеттік қой. Егер мына все о салонақты басқан кезде бізде екінші бетке өту керек. Екінші беттің бізде коды, екінші бетте бізде осы салон туралы ақпарат шығу керек. Оны біз сақтаймыз. Сохранить как деп HTML 2 деп сақтаймын. HTML 2 деп сақтаймын. HTML 2 деп сақтаймын. Және де енді стиль.
CSS стилі яғни мына жерде орналасқан, яғни біздің түсі, фонның түсі қалай болады, жазулардың түстері қалай болады, осы жерге жазылған. Бұны мен қазір жеке MyStyle CSS сақтайтын боламын. Файл сохранить как. Осы форматта все файларды таңдап сақтайтын боламын. Енді қазір біз барлығын жауып, CSS деген жаңағы сақтаған документтерімді тауып аламын. Міне обновить етемін. Яғни бұл жерде жаңағы HTML1, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай HTML1 міне сақталған, HTML2 екінші беп, ссылка және MyStyle, яғни CSS бізде жеке файл ретінде сақталған. Қазір открыть с помощью деп мен ашып, қазір бірінші бетті ашып көрсек болады. Яғни бұл өте, сіздер бұны, яғни бұл стилі өте қарапайым, өте оңай, яғни бірінші мысал ретінде көрсетілгендіктен бұл жай ғана қарапайым стиль болып табылады. Сіздер өздеріңіз кейін бұны әдемі қылып әрлесеңіздер болады. Ары қарай және все салонықты басқан кезде бізде екінші бет ашылып тұр. Яғни сіздер өздеріңіз төмен жақта осы ссылка арқылы өтіп, CSS стилі қалай жүзеге асады, осының бәрін осы сілтеме арқылы толығырақ оқып, үйреніп жасап көрсеңіздер болады.